Армысыздар, құрметті көрермендер. Қазіргі уақытта Иран мен Израильдің арасындағы қарама-қайшылық текетірес жаңа деңгейге көтерілді. Екі мемлекет ұзақ жылдар бойы өзара жарияланбаған соғыс режимінде өмір сүріп келе жатқанын жақсы білесіздер. Алайда соңғы бір жылда екі мемлекеттің арасындағы қарама-қарсылық іс-әрекеттері жаңа деңгейге көтерілді деп айтсақ болады. Бұл 2023 жылдың 7 қазанында Хамастың Израильге шабуыл жасауынан қарымта шабуыл ретінде Израильдің Газа аймағында соғыс бастауымен де тікелей байланысты. Тегеран Ливан жерінде орналасқан Хезболла күштері арқылы Израильге шабуылын үдетті. Сонымен қатар Қызыл теңіз аймағында, яғни Йеменде орналасқан хуситтер арқылы Израильге қарсы бағытталған өзінің іс-әрекеттерін, операцияларын жүзеге асырып жатыр. Бір мезетте Тегеран Израильді үш бағыттан әлсірету мүмкіндігі туды деп санады. Екінші жағынан Тегеран өзінің аймақтағы белсенділігін арттырудың жаңа есіктері, жаңа мүмкіндіктері ашылды деп түсінді. Алайда Израильдің де жауабы оңай болып тұрған жоқ. Яғни Израиль қазірдің өзінде Иранның аймақтағы күштеріне, Иран қаржыландыратын қарулы топтарға өзінің шабуылы мен соққы жасауын үдетті. Мысалы, ол Ливан жерінде орналасқан Хезболлаға тікелей зымыран соққыларын жасаса, Сирия жерінде орналасқан Иранның әскери нысандары мен Иранның әскери қару-жарақ қоймаларына да шабуылын үдете түсті. 2024 жылдың 1 сәуірінде Израиль Дамаскте орналасқан Иран елшілігінің жанындағы ғимаратқа соққы жасады. Соққы салдарынан Иранның 2 бірдей генералы қаза тапты және 5 офицері жараланды. Бұл Иран үшін үлкен әскери шығын болып саналады, және қаза тапқан генералдардың бірі Иранның Сирия және Ливандағы арнайы Әл-Құдыс жасақтарын басқарған Реза болып табылады. Яғни атақты генерал Резаның қазасы осыдан 4 жыл бұрын 2020 жылы қаза тапқан генерал Сулейманидің қазасымен теңестіріледі. Бір сөзбен айтқан кезде қаза тапқан генералдың саяси және әскери салмағы Тегеранда, Иран халқында өте жоғары бағаланады. Демек, осы бір шабуыл үшін Израильге Иран міндетті түрде өзінің қоғамының алдында ақталу үшін және аймақтағы белсенділігі мен беделін түсірмеу үшін жауап беруі тиіс. Қазіргі уақытта ендігі Иран мен Израильдің арасындағы өзара текетірес жаңа деңгейге шығып, соғысқа ушығып кетуі мүмкін деген болжамдар осы бір оқиғамен тікелей байланысты. Израиль Дамаск қаласына жасалған шабуылды тікелей өз мойнына алған жоқ, алайда Иран тарапы шабуылға тек қана Израильдің қатысы бар деген мәлімдемені жасап, қарымта соққы міндетті түрде болады және біздің жауабымыз қатаң негізде болады деген мәлімдемені жасады. Оны тек қана Израиль емес, сонымен қатар Иранға қарсы барлық күштер бірден көріп түсінеді деген мәлімдемені жасауда. Осы мәлімдемелерден кейін Израиль өзінің тек қана өз жеріндегі әскери нысандары емес, сонымен қатар әлем елдерінде орналасқан дипломатиялық күштерінің қауіпсіздігін қамтамасыз ету үшін бірнеше елшіліктің қызметтерін уақытша тоқтатты, онлайн режимге ауыстырды, қашықтықтан жұмыс жүйесіне ауыстырған болатын. Ол тегіннен тегін емес, себебі Израильдің сырттағы дипломатиялық күштері мен елшіліктеріне шабуыл жасау мысалдар жеткілікті. Мысалы, 1992 жылы Аргентина астанасы Буэнос-Айресте Израильдің елшілігі жарылып, 29 адам қаза тапқан болатын. Тергеу жұмыстары бұл жарылыстың артында Хезболланың тұрғанын анықтады, ал соңғы тергеу жұмыстарының нәтижесінде Хезболлаға жарылғыш затты Иранның арнайы күштері жеткізіп бергені белгілі болды. Дәл осындай оқиға 2 жылдан кейін де қайталанып, дәл осы бір Буэнос-Айрес қаласында 1994 жылы Израильдің мәдени орталығы жарылды. Жарылыстан 85 адам қаза тапқан болатын. Дәл осы бір жарылысқа да Хезболланың және Иранның күштерінің қатысы бар екені анықталды. Яғни бір сөзбен айтқан кезде дәл осындай сценарийлер қайтадан қайталанбау үшін Израиль әлем елдеріндегі дипломатиялық миссияларының санын қысқартып, дипломаттарының қауіпсіздігін қамтамасыз ету жұмыстарын жүзеге асыруда. Сонымен қатар қазіргі уақытта Израиль тек қана өзінің дипломаттарын емес, әлем елдерінде орналасқан әскери қызметшілер мен әскери кеңесшілерінде Израильге қайтару жұмыстарын жасады. Мысалы, бір апта бұрын Израиль Газа аймағындағы өзінің әскери күштерін шығара бастады. Яғни Газаның оңтүстігіндегі әскери бөлімшелерін Израиль өз аумағына әкетті. Бұны тікелей Израиль билігі Газадан кету емес, келесі Газадағы әскери операцияның фазасына дайындалу, яғни Рафах операциясын бастаудың алдындағы әскерилерді тынықтыру деп атады. Алайда әскери сарапшылар Иран Израильдің Газадағы әскери күштеріне, әскери бөлімшелеріне зымыран соққысын жасау мүмкін. Дәл осы бір қауіпті ескерген Израиль билігі Газадан өзінің көптеген әскери бөлімшелерін әкетіп жатыр деген болжамды айтуда. Екі мемлекеттің арасындағы әскери жағдай ушыққан сәтте Иранның арнайы күштері, Иранның пропагандалық телеарналары Израиль аумағына жететін 9
бірдей зымыранның бар екенін көрсетіп, үлкен әскери мақсаттағы роликтерін жариялады. Яғни қазіргі уақытта Иран Израиль аумағына жететін зымырандарға ие, сонымен қатар өзінің Израиль аумағын атқылауға қабілетті дрондардың бар екенін де көрсетіп отыр. Ал Иранның дрондары Украина соғысында біршама нәтижеге жеткенін ескерсек, және Иранның дрондарын батыстық әуе қорғаныс жүйелері де тойтару барысында кішігірім болсын қиындықтарға тап болғанын қаперімізге алатын болсақ, расымен де Иранның зымырандары мен дрондары Израиль аумағында орналасқан стратегиялық және әскери нысандарға соққы жасай алатынын түсінеміз. Дегенмен Израильдің әуе қорғаныс жүйелері де мығым және кез келген шабуылға дайын екені белгілі. Бұл атышулы Израильдің өзінің темір күмбез әуе қорғаныс жүйелерінен бөлек батыстық үлгідегі Патриот және тағы да басқа әуе қорғаныс жүйелерімен жарақтанған Израильдің қуатты әуе қорғаныс жүйелері бар. Әскери сарапшылар Иран Дамасктегі Израильдің шабуылына тікелей өзінің әскери күштері арқылы жауап береді деген болжамды айтуда. Осы уақытқа дейін Израильдің шабуылдарына Иран аймақтағы өзінің проксилері арқылы, яғни Хезболла, хуситтер немесе басқа да бір қарулы күштер арқылы жауап беріп келсе, осы жолы өзі тікелей әскери қуатының негізінде жауап береді деген болжамды айтуда. Себебі Иран аймақтағы басқа күштерге және өзінің халқына Израиль аумағына шабуылдай алатын және Израильдің әскери әрекеттеріне тікелей әскери әрекеттермен жауап беруге қабілетті күшке ие екенін көрсетуі қажет. Яғни осы арқылы ол өзінің шын мәнінде әлемдегі қуатты әскери күшке ие мемлекеттің бірі екенін дәлелдегісі келеді дейді. Дей тұра екі мемлекетте үлкен масштабты соғысқа мүдделі емес екені түсінікті. Себебі масштабты соғыс басталатын болса, Израильді жақтайтын Америка Құрама Штаттары бар, ал Иранның артында оны тікелей жақтамаса да әскери негізде және кеңес беру негізінде қуаттайтын Ресей мен Қытай сынды күштер тұр. Сондықтан екі мемлекет аймақтағы масштабтық соғысқа мүдделі емес, дегенмен өзара зымыран соққысын алмасуы мүмкіндіктері аса жоғары деңгейде деп айтсақ болады. Және қазіргі уақытта Израильдің соққысына Иран билігі міндетті түрде соққы жасайды деген болжамның саны соққы жасамайды деген болжамнан әлдеқайда көбірек. Сарапшылар Иран Израильдің аумағында орналасқан әскери нысандарға және стратегиялық маңызы бар нысандарға және үкімет ғимараттарына шабуыл жасайды дейді. Сонымен қатар бейбіт тұрғындарға зиян келтіріп алмау үшін әскери операцияны жіті назарда ұстап, қазіргі уақытта үлкен сараптама және есептеу жұмыстарын жүргізіп жатқанын айтады. Ал Иранның шабуылына Израиль қазірдің өзінде қарымта жауап болатынын ресми мәлімдеді. Ол жауап Иранның ядролық нысандарына жасалған соққылармен жасалуы ықтимал. Мұндай тәжірибеге Израиль ие. 1981 жылы Ирак жерінде орналасқан ядролық нысандарға Израильдің F-15 және F-16 ұшақтарымен шабуыл жасағаны бар. Бұл тарихта опера операция деп аталады. Опера операциясы деп. Осы бір операциядан кейін Ирактың ядролық бағдарламасы түбегейлі тоқтаған болатын. Дәл осындай операцияны қазіргі уақытта Израиль Иран жеріне қарсы жасауы ықтимал дейді. Ол үшін Израильдің ұшақ соңғы үлгідегі заманауи ұшақтар жеткілікті және Иран жерінде орналасқан әскери нысандарды атқылауға қабілетті зымырандары да бар. Дегенмен бұндай шабуыл, Иран жеріне жасалған бұндай шабуылдар Израиль мен Иранның арасындағы тікелей соғысқа да ұласып кетуі ықтимал. Израиль билігі Иранның ядролық бағдарламасын тоқтатуға тырысып келе жатыр. Ол үшін тек қана дипломатиялық, халықаралық деңгейдегі дипломатиялық қысым, экономикалық санкциялардан бөлек тікелей диверсиялық операцияларды жүзеге асыруда. Нью-Йорк Таймс басылымы 2007 жылдан бері Израильдің тікелей қатысуымен Иранның көптеген ядролық саладағы ғалымдарының көз жойылғанын айтты. 2020 жылы Иранның ядролық бағдарламасының атасы саналатын Фахризаде өлтірілген болатын. Фахризаденің өліміне байланысты Нью-Йорк Таймс басылымы үлкен зерттеу мақаласын жариялап, аталмыш ғалымның өліміне Израильдің арнайы Моссад жасақтарының қатысы бар екенін дәлелдеді. Яғни Моссад осы бір операцияны жүзеге асыру үшін Израиль және Иран азаматтарын тарта отырып, ұзақ уақыт бойы айлар негізінде Израильден Иран аумағына бөлшектенген қару-жарақты кіргізіп, алыс қашықтықтан басқарылатын роботты пулеметтің көмегімен Мохсен Фахризаде отырған көлікті атқылап, ғалымды өлтірген, яғни көзін жойған деген өзінің нұсқасын келтірген еді. Әрине, Израиль бұл нұсқаны жоққа шығарды, ал Иран Нью-Йорк Таймсте жарияланған аталмыш мақаланы рас деп мойындай отырып, ол үшін Израильге қарсы
әлем елдерінде орналасқан Израильдің нысандары мен әлем елдерінде орналасқан Израильдің әскери нысандарына шабуылды үдететінін айтқан болатын. Яғни екі мемлекеттің арасындағы диверсиялық өзара шабуыл, екі мемлекеттің арасындағы дипломатиялық нысандарға шабуыл және екі мемлекеттің арасындағы әскери нысандар мен проксилердің арасындағы соғыс әлі күнге дейін жалғасып келе жатыр. Әскери сарапшылар күндердің бір күнінде Иран мен Израильдің арасындағы осы бір қарама қайшылық текетірес тікелей шабуылға және соғысқа ұласатынына күмән келтірмейді. Қазір уақытта сарапшылардың ойынша ол болу мүмкін бе деген сұраққа қарағанда, ол қашан болады деген сұрақ әлдеқайда өзекті және көбірек талқыға ұсынылатын мәселелердің бірі болып саналады. Соңғы әскери рейтингке назар аударатын болсақ, Иран әлемде 14-ші орында тұр, Израиль 18-ші орында тұр. Дегенмен статистика ол тек қана сандар. Ұрыс таласы екі мемлекеттің қаншалықты соғысқа дайын екенін көрсетеді. Бұл жерде мемлекеттерді қолдайтын серіктестерінен бөлек мемлекет халқының қаншалықты соғысқа дайын психологиялық, идеологиялық тұрғыдан дайындығы, мемлекеттің мобилизациялау күші, мемлекеттің қару-жарақты өндіру мүмкіндігі және мемлекеттің экономикалық қуаты барлығы ескерілетіні түсінікті. Сондықтан екі мемлекеттің арасында тікелей соғыс болатын болса, оны статистика, рейтинг емес, оны ұрыс таласы анықтайтыны бізге Украина мен Ресей соғысының арасындағы жағдайда көрсетіп берді. Дегенмен Bloomberg басылымының сөзімен айтатын болсақ, Иран мен Израильдің арасындағы текетірес соңғы 48 сағатта өзінің шарықтау шегіне жетіп, екі мемлекеттің арасындағы қарама қайшылық тікелей зымыран және дрон соққыларының алмасуымен жалғасын табуы ықтимал. Қысқаша айтқанда осы, сау саламатта болыңыздар.